Достар, баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз бүгін эфирдеміз. 14:30-да Евразия бірінші каналы қосылу болсын. Қосылайық жобасында қызықтар көп. Дима, маған айтып жатыр мына жақта. Менің білесіз ғой, студияда өте көп менің подругаларым бар, менің достарым бар. Солар айтып жатыр. Дима мен Назым қол ұстасып жүр, мейірім, сіз түсіре алмай қалдыңыз деп. Ойыңызшы? Иә. Назым кеш? Кемен дейді. Кеше көрдіңіз ба сұрақ жауапта қанша я жоқ деген дауыс. Барлығы жоқ деп отыр екен, иә? Неге я деген көп қой? Я деген көп қой. Иә? Көреміз. Көресіз. Неге қолынан ұстадыңыз? Қолынан ұстаған жоқ. Білмеймін, маған келіп айтып жатыр. Мә, сіз түсіре алмай қалдыңыз. Ондай жоқ. Ондай шынымен де жоқ. Тем более Назым үміткері бар. Просто как друзья біз араласамыз. Болды. Мен өзімнің үміткерімді күтесіз. Жүрмін. Бүгін надеюсь келеді маған бір осы Тиманы мен қаратып аламын дейтін бір қыз келсе ғой. Тамаққа апаратын ақшаңыз бар ма? Қалайсыз, Дарина? Көңіл-күйіңіз күшті сияқты бүгін. Күшті. Бірақ та Тима қасына кетпей жатыр. Қалыпта айналып Жүреді. Ол кісінің сондай бір әдеті бар енді. Өткенді жібере алмайтын бір қасиеті бар сондай. Тимур айтады, үміткерімді тамаққа алып баратын ақшам бар дейді. Иә, апарсың, бартырма. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, бірақ мені бартерге болса да апар деп. Сол үшін апарған шығар. Қалай ойлайсыз? Сұрау керек. Тима, сол кезде ақша болды ма? Или Қашан? мені апарған кезде? Болды. Мен ақша болмаған қашан көрдім Дарина. Негізі, сіз өзіңіз төлеген кездер болды ма? Жігітпен кездесуге барып, жігіттің ақшасы болмай қалды. Болды. Бірінші сезонда. Бірінші сезонда болды, иә. Кейін кезде төледім өзім. Содан кейін төлемедіңіз. Жоқ. Енді немного другой уровень. Қалайсыз? Осы мәселе бойынша сізде болды ма отырысқа барып, өзіңіз ақша төлеген кездер? Жігіттің ақшасы жетпей қалып, немесе ақшасы болмай қалып? Жақсымын, рахмет, қалың өзіңіз қалайсыз. Менде отырыс кезінде жігіт үшін или өзім үшін төлеп көрген емеспін. Егер де жігіт ретінде барып. Бірақ да өмірімде бірақ рет төлеген. Бұл жағдайды мен эфир кезінде айттым. Жоқ, мен ойлаған емес, на самом деле, егер жігіт тұрып, жігіт өзіне ақша төлемесе, онда өспейді. Еркек адам дамымайды, ақшасы келмейді. Сондықтан всегда қыздың қасында жігіт. Демек, екіге бөліп төлеу дегенге сіз келіспейсіз, де? Болады ғой анда? Мысалы, шетелдерде біз қыз өзіне, жігіт өзіне төлейді деген бізде сондай әңгімелер болады ғой. Ол шетелде ғой, бізге келмейді ғой. Келмейді, иә? Бізде шетелде сыйламау керек, бізде қызды сыйлау керек, иә? Ұят қой, ондай жасаған. Солай екен, достар. Қалай ойлайсыздар? Қалайсыз, Ақтолқын, сіздің бүгін көңіл-күйіңіз жоқ сияқты сезіліп жатыр маған. Жоқ, бәрі жақсы. Бәрі дұрыс па? Бүгін ерекше болып киініп алыпсыз енді. Ақ етіңізден бастап, иә? Иә. Сізде мынандай жағдай болды ма? Сіз жігітпен кездесуге бардыңыз, ақшаны сіз төледіңіз, жігіттің ақшасы болмай қалды. Шынымды айтайын. Иә, шын. Мүлде өтірік айтпаңыз. Өмірімде болған. Өміріңізде болды, иә? Позорын шығарып айтпай қойын, кім екен, уақытысы келмеген шығар. Мәссаған. Оны біз танимыз демек. Білмеймін, айта алмаймын. Онда бір-ақ адамнан күдіктенеміз ғой, біз басқа кімнен күдіктенеміз. Иә. Сөйтіп, сіз полный өзіңіз төледіңіз ба ақшаны? Болған. Жалпы негізі ол нәрсеге қалай қарайсыз? Қыз өзінің жеген тамағын өзі, жігіт өзі төлеусін деген. Жігітке байланысты. Егер жігітің болса, конечно, ол төлеу керек. Егер бір таныс дос, бір әшейін жақын араласатын болса, онда әркім өзі төлеген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ сіз жігітіңіз болса да төледіңіз, е? Заринадан сұрайық. Зарина, көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Иә, жақсы. Сейфулла қалай? Шығар? Иә, енді. Хабарласып жүрген жоқсыз ба не? Жоқ, бүгін білмеймін, жағдайым. Демек, бүгін әлі сөйлескен жоқсыздар. Сізде сондай жағдай болды ма? Біз бүгін мынандай тақырыпта әңгіме айтып жатырмыз. Жігіттіңіз болып, тамаққа барып, енді жігіт емес, бір болады, свидание дейміз ғой. Барып, ол кісінің ақшасы болмай, сіз төлеген, или таксиге. Менде ондай кез болмапты, бірақ мен өзім үміткерлеріме негізі жартысын жіберіп қоямын. Өзіңіз сұрамаса да жартысын жіберіп қоясыз. Үміткерлерге, иә ол, иә? Себебі менде үміткерлер өте көп болған ғой. Білемін да, адамдардың артынан әңгіме жүрмесінші деп, солардың тамақтарына
ақшаларына тамақтанып жүр екен деген сияқты әңгіме болмасын үшін деймін. Өзім жегенмен өзім жіберемін деген сияқты. Но в основном ондай емес. Бастапқыда солай істеймін, и потом жігіттің өзіне төлеуге рұқсат беремін. Сізге Зарина өз ақшасын аударып жіберді ма? Өз ақшасын ба? Тамақ ішкен кезде. Жоқ, тамақ ішкен ондай случай болды. Бір случай болды, Чумбулаққа барған кезде. Чумбулақ несін төлеп жүрген. Билетін ше, төлеп берген ғой, соны жоқ деп мәңіз деп қайтып алдап жүрген бар. Сол бір-ақ случай болды. Негізі тамаққа өзіңіз төлейсіз. Жалпы, мынандай сізде жағдай болды ма? Енді кеше айттыңыз ғой, ой, қыздардың бәрі маған жазады, бірінші болып хабарласады деп. Сол сізге қыздар тамаққа барғанда өздері төлейтін. Сіз төлемей тамақты? Өздері төлесе жақсы ғой, бірақ ол кішкене ұятың жібермей тұрады да қыздар. Бәрі іште ыңғайсыз, сосын өзің төлейсің ба? Сізде ондай жағдай болған жоқ, всегда өзіңіз қызбен свиданияға барғанда өзіңіз төлейсіз бәрі. Өзің ыңғайсыз өткен біреуге төледі. Қызға. Сенеге? Айтып жатыр, Айсұлтан всегда өз төлейтін деп сіз Зарина. И айтады Зарина, Айсұлтан не только маған төлейтін, мен жанымда жүрген адамдарға да төлеп беретін. Сен өзім ойындап жатыр да, мен айтып отырмын жоқ, негізі. Жоқ, мен ақталқын емес. Айт деймін, айт. В общем, жанымда кім жүреді, солардың бәріне де төлеп жүретінмін ғой. Шалияр дейді. Жоқ дейді, ақтолқын мен онымен келіспеймін дейді ал. Жоқ, енді ақталқын емес. Ол өзі. Не обязательно ақталқын болса керек. Ну, бәрі болады. 4-5 адам болып жүретін еді ғой сол кезде ше. Білетін шығарсыздар, 6 адам болып жүретін еді ғой сол. Жарайды. Керемет. Сіз мықты екенсіз, жомарт екенсіз. Мен айтқан жоқпын сіз Зарина. Иә. Зарина сол әңгімені Тимурға айтып жатыр екен. Тимур Ужас, Тимур не істеп жүр деп па? сізден үлгі алсын деп жатқан ғой. Әттен мен болмай қалдым, иә. Бәрін өзіңіз төлейтін бердіңіз. Жоқ. Бүкіл қонақтарға өзіңіз төлейтін бердіңіз. Ернар білейді, Зарина айтып жатыр. Мен үміткерім алғаш келген кезде тамағының ақшасын өзім төлемесем де өзімдікін салып жүретінмін дейді. Сіздерде сондай ситуация болды ма? Мысалы, Айсұлтан айтады, ол Шымбұлаққа барғанда салып жіберді менің ақшам деп. Бірақ мен айттым, жоқ керек емес деп айттым. Сізде ондай болды? Мүлде? Бірінші кездесуде де бұл. Басқалармен сөйлесіп жатқан, бірақ мен өзім. Иә, енді үміткерім көп дейді да, соның көбісіне өзім жартысын салады. Демек сізге өзіңіз төледіңіз бәрі. Өзім барлығын төлеп. Егер қыз жартысын төлеймін десе, не істейтін едіңіз? Енді біртүрлі болмайды. Біртүрлі ма? Иә, жалпы жігіт Қоймай ақшасын салып жіберсе, алып аласыз. Шынымен айтып отырсыз ба сіз? Иә, шынымен айтып отырмын. Мен осы жерде отырған кезде айтқанмын, біз жалпы қызға отқан ақшамызды ұмытып кетеміз деп. Егер ол қызынап, өзің бір добиваться еткің келсе, ол мелочь нәрсе бар. Сіз жігітпен кездесуге барып, ақшасын өзіңіз төлеген уақытыңыз болды ма? Немесе таксиге? Осы сәтті мен қанша күттім, сіз сұрай ма, сұрамай ма деп. Жалпы конфиденциально қалсының есімі барлығы, бірақ ондай нәрсе болған. Общий счетты төлеп, үйге өзім қайтқан уақытым болған. Өзіңіздікін ғана емес, общий. Таксиге төлейтін уақыттарыңыз бола ма? Всегда өзім төлеймін негізі такси. Негізі бұл тараптан не айтасыз? Бұл тараптан ба? Негізі ешкімге ештеңе міндетті емес, иә? Бірақ енді қыз болған соң, енді жігіт жасасады, кішкене майсы, кішкентай бала сезініп, бір қорқынышты сезініп келетін сәттер болады да. Бірақ енді оны түсінетін ер жігіт бар, түсінбейтін ер. Оны түсінетін жігіт болады, түсінбейтін жігіт болады. Иә, сол нәрселерді мен ойлай келе өзімнің інімнен джентльмен өсіргім келеді да. Бірақ енді кішкене кешқап қалдым ба деп та қаламын ше. Бірақ енді ақылы не беріп отырамын, совет беріп отырамын, қыз баласынан андай ұнайды, ақшаң есіле жетпей жатса маған айт деп. Шектен нан көріп күліп отпасын қазір. Бірақ ақша беремін мен оған. Қыз баласына жалпы просто мелочь бар ғой. Сен мынандай гүл бергенің есіңде болмаса да, бір мелочь нәрсе істесең, сол нәрсе всегда жүрегіңде сақтайды. Әшейін бір дәрісін әкеп берсең, бір бау шешіп қалса, бауын бәлеп берсең, бітті романтика деген сол ғой. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, гүл беру керек, өйту керек, сөйту керек, қыздың көңілін. Бізге деген бір кішігірім көңіл болса, ол деген романтика. Романтиканы керек ете бересің ба? Романтиканы керек ете бересің. Сондай екен.